Анасы бала кезінде қыңырлық таныта бастаса болды. Қап, сонда сені тастап кеткенімде жөн болатын еді, деп айта беретінін еске алады. Бұл сөздерді оның күңірене айтатыны соншалық мен амалсыз тыныш қалатынмын. 15 жасқа келгенде анамнан сол бір жұмбақ сөзді әрдайым неге айтатынын сұрамақ болдым. Бұл оның қайтыс боларынан 1 жыл бұрын болған еді. Шешем көз жасын сүрте отырып, мына жайтты баяндады. 1933 жылдың ерте көктемі аштық ауылымызда түгелдей дерлік шалмап кеткен. Ең бір қасіретті шақ екен. Шешеміз ажал тырнағынан қашып, көрші қыстақтағы туыстарына кетпек болыпты. Кішкене қарындасымды қолына көтеріп, етегінен ұстаған 2 жасар мен қасындамын. Жолға шығыпты. Ауыл шетінен колхоздың бақшасы басталатын. Жалғыз аяқ соқпаққа түскеніміз сол екен. Алдымыздан ұялы қасқыр шыға келіпті. 100 шақырымға дейін айнала төңіректе, ол кезде үй малы әлде қашан біткен. Сондықтан да аш қасқырлар топтасып алып, әр жерде адамдарға шабатын болыпты. Бұрын мұндайды ел естіп көрмеген екен, дейді ол. Анасы айғайлап жұртты көмекке шақырған, бірақ жақын маңда ешкім болмапты. Осы жағдайда Мекемтас Мырзахметовтың анасы өміріндегі ең қиын әрі ауыр шешім қабылдайды. Қасқырлар жайлап жақындап қаумаламаққа көшеді. Шешем қатты қысылады. Не қасқырлар бәрімізді паршылап тастайды, не ол балалардың бірін қалдырып, екіншісімен қашып құтылуға әрекеттенуге тиіс. Қызын жерге қойыпты да, мені көтеріп кері қашыпты. Ауылдан адамдар ертіп, жаңа жерге келсе, қарындасымнан ештеңе де қалмапты. Жанбай жатып сөнген сол қарындасыма мен өмір бойы қарыздармын, дейді Мекемтас Мырзахметов. Анасының әңгімесінен кейін мені неліктен қалдырмадыңыз деп сұраған ол қажеттірек болды ғой деген жауап алған. Дегенмен аяулы анамның өмір бойы қандай қайғылы сезімнен арыла алмағанын, өзі туралы не ойлағанын түсінудің өзі мүмкін емес. Бәрі де қарғыс атқыр аштықтың кесірі, дейді ол Мекемтас Мырзахметов. Бұрынырақ тілшілерге берген сұхбатында 1933 жылы көктемде адамдарға тұқымдық астықты бермегенін, ал берген жағдайда сөзсіз жеп таусатынын айтқан. Дәл сол жылы самолеттің егістік алқаптары үстінде арлы-берлі ұшып астықты қалай сепкені де есімде. Самолет бұрылыс жасап бидай қалыңдау түскен жерлерге әбден ашыққан адамдар тауықша үймелесті. Көп адам, дейді есіне алып.